Hold up. Ассалаумағалейкум, сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 123 сабақ. Достар, бұл сабақты мен өзімнің идеям өзім ойлап таптым деп айтпаймын. Инстаграмда хэштегтен көріп қалған өтім өте қатты маған ұнады достар. Сіздерге ұнайды деген ойдам. Бірден ой келді, сіздерге көрсетем, сабақ түрінде шығарам деген. Неге дәл осылай сурет керек? Біз тікелей FX-пен жұмыс істейтін боламыз достар. FX бізге керек болады. Достар, кішкене даусым дұрыс шықпай жатса, ренжімеңіздер, кішкене грипп болып қалған едім. Даусым кішкене бір түрлі шығып тұр. FX, әрмен қарай FX-ке кіреміз, артқа кіреміз достар. Мінекей, мына жерде қазір видеода көрсетілген батырман басыңыздар достар, шыны керек оқиын деп ұмытып кеттім. Н-дан басталады, көзім жетпей тұр, шыны керек оқуға өте майда. Дәл осыны басамызда достар, контур, бізге магияны кішкене реттеп аламыз. Чисто контур, яғни қара түстері қалу керек, неге қатты қылудың қажеті жоқ. Өзі негізі автомат түрде қойып береді достар, соны кішкене өзгертіп жіберсеңіздер жеткілікті, дәл осылай қалады достар. Неге дәл осылай қара контурлар бізге керек болады. Бұны рисовайтқа кіріп сызып, бояп жүргеннен гөрі ең оңай жол екен, мен өзім көріп қатты таңғалдым, шыны керек өте қатты маған ұнады. Қазір видео барысында сіздерге де ұнайды дегенге, ұнайды. Әрмен қарай достар, дәл осылай магияны турлап жібереміз. Енді басында екі видеоны толық түсіндірейін достар сіздерге. Екі фотошоп істеп, біреуі қазір неонмен істеймін. Енді неонмен осы видео барысында маған чисто келген идея болатын. Достар, әрмен қарай осылай ақ болып қалады. Енді біздер FX-ке кіреміз. Ең астында светый, яғни светыйға кіреміз. Дәл осы жерден негатив деген бар. Ақты қара, қараны ақ қылатын. Дәл осылай қара күйінде сохранить етіп аламыз. Рисовайтқа кіріп үш нүкте сохранить изображение. Әрмен қарай шығамыз, назад мінекей. Назад батырмасын басамыз, тағы да назад батырмасы. Дәл осылай мына жерден FX-тен кішкене қараңғы қылып жібереміз. Бұл суреттер достар негізінен кішкене барынша қараңғы болған дұрыс. FX-ке кіріп pop art деген бар достар, сол pop art-қа кірсеңіздер, дәл осы функция бар. Кішкене фонына сәйкес бір түстерін таңдаймыз. Енді барынша кішкене қараңғы қылсаңыздар дұрыстау болады достар. Қазір мен екінші фотоны істегенде тағы көрсетемін. Мына жерден кішкене настройкасын фотоларыңызға байланысты таңдайсыздар. Әрмен қарай добавить фото арқылы жаңа қараны аламыз достар. Мінекей қараны аламыз да, добавить, әрмен қарай смешайттан. Смешайт, мінекей, смешайт. И мына жерден экран. Негізі экран сәйкес келеді достар. Барлығын бір-бір көріп шығыңыздар. Бірақ та ішіндегі ең әдемі келетіні өзіме ұнағаны осы экран. Добавить қойсаң да болады, бірақ та добавить артындағы лишний майда сіздерде қалып кеткен нүктенің барлығын көрсетеді. Дәл осылай қоямыз, кішкене бетінен шығарып. Бұлындай фотолар сіздер бұған дейін көрген боларсыздар. Мен сурет қылып салатын варианттарын көріп жүрген, бірақ та дәл осы вариант өте қатты маған ұнады. Инстаграмда ол жігіттің аккаунтын қайта таппай қалдым, шыны керек өзін отменить етіп, авторды көрсетейін десем. Әрмен қарай дәл осылай өшіріп шығамыз. Мінекей енді бетіндегі тұстарын өшіріп шығамыз достар. Мінекей бетінен шығып тұрады, бетінен міндетті түрде ондай қалдырмаймыз. Кішкене қолдарын тұстарын өшіреміз. Адамнан алды қарап кішкене шығып тұрса жеткілікті. Мінекей, әрмен қарай болды. Енді HDR, FX деген бір міндетті түрде қойылатын нәрселер бар, солар кішкене қойып жіберейік. HDR-ді міндетті түрде бетке қоюдың қажеті жоқ. Жай ғана суреттің үстіне қойсаңыздар жеткілікті достар. Мінекей, әрмен қарай Dodger, FX. Мінекей, бірінші сурет біздің дайын. Дәл осылай шығады достар. Әрмен қарай қазір бұны сохранить етіп, біздер екінші сурет көтеміз. Ол суретті біз неонмен істейміз. Тура солай арт, мына жерде неон деген арнайы өзінің батырмасы бар достар. Мінекей, қазір көресіздер, неон деп тұрады. Мінекей, неон жарқырау. Мінекей, бұл жерде де линияларды достар, линияларды барынша көп қылғанда да, линияларды көп емес, барынша четко болған. Мінекей, достар көріп тұрсыздар, четко линия көрінгені дұрыс. Яркость барынша блеск, достар барынша көресіздер. Қалай контурлар қатты шығады, соған байланысты көре бересіздер. Бұдан да дәл осылай көріп шығыңыздар, қайсысы тура келетін. Обычныйдан басқа ешқайсысын көріп тұрған жоқпын, шыны керек. HDR-ге кіріп міндетті түрде тағы бір жарқырау бергіңіздер достар. HDR берген кезде қосымша неғылады. Дәл осылай бұның өзін жеке сохранить етіп аламыз. Сохранить фото. Әрмен қарай біздер инструментке кіріп енді фотоның өзін қараңғы қыламыз достар. Көрдіңіздер, бұл фотода барынша қараңғы болса, темный болса, әдемі түседі екен. FX-ке кіріп драма. Драмаға кіреміз да, тағы да кішкене қараңғы қыламыз. Енді достар, өте бұл жерлерді атаға түсіндіретін емес, фотоның қараңғылы. Добавить фото арқылы енді жаңағын аламыз. Мінекей, аламыз, добавить фото. Эксперименттерді жасай беріңіздер жан-жақта. Мінекей, FX-ке кіреміз, экран, умножение. Қайсысы тура келеді сол. Енді бұның ішінде экран ғана әдемі түседі. Қалған жерлерін өшіріп тастаймыз, артындағы бұжырқай нелерді.
енді неон болғасын әрбір точкалардың барлығын алып қалады. Сол себептен кішкене еңбектенуге тура келеді. Жан-жағын өшіріп тастайсыздар. Енді бірақ рисовайтпен салып жүргеннен дұрыс достар, шыны керек. Енді әрмен қарай мынау үшінші фото достар. Енді үшінші фотоны кішкене басқаша көрсетемін. Тоже бұл да стиль магия стилінде жасалды достар. Үш рет көрсетіп бір нақты түсінікті қылайын дегенім ғой. Мінекей достар, енді бұл шаш не бар жерде де барынша қарайсыздар. Енді сіздер әрмен қарай енді бұл ақ болу керек достар. Бір жер фотоларда болады, артында қазір көрсеңіздер майда-майда точкалар көп қалады. Сол кезде драмаға кіріп, драманы 2-3 рет істеңіздер. Сол кезде драма қараны қара, ақты ақ қылып, әдемі қылып береді достар. Енді мен үшіншісінде көрсетейін дегенім осы, сохранить етесіздер. Енді ақ қылып байқамай сақтап қоясыздар ғой достар. Қазір назад қыла салайын. Ақ қылып сақтаған кезде проблема жоқ оны. Мінекей мына жерден добавить фото қылып арқылы алып, дәл осы жерден істесеңіздер де болады. Қоймай тұрып FX-ке кіресіздер, светлыйға кіресіздер, дәл осы жерден негативті басасыздар. Негативті басқан кезде дәл осылай шығады. Мінекей достар, как қолмен салған сияқты, рисовайтпен салған сияқты әдемі болып шығады. Дәл осылай жанына қоя саласыздар. Енді барынша фотоларыңыз темный болса, қара фон болса, өте әдемі шығады. Әрмен қарай тура бұнтта достар, жоғарыда өшіргішпен жан-жағын өшіріп тастай саласыздар. И все, әрмен қарай ешқандай қиындығы жоқ достар. Достар, видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар, шыны керек өте оңай жол рисовайттың. Сіздермен болғанмен Мико Про, сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.